Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге YouTube'дан телефонды блокқа қойып, музыка қалай тыңдауға болады, соны көрсетем. Видеоны өткізбей қараңыздар, соңына дейін көріңіздер. Аны бастайық онда. Оның үшін бізге бірінші YouTube керек болады. YouTube'ға кіреміз. Сосын қазір мен өзімнің видеоларымнан қарап көрсетейін. Мысалы мына ән жинақтарды, музыка для настроения музыка деген ше. Мына ең көбісі музыка для релаксация музыка деген. Осыны алайық. Басамыз. И соңында поделиться деп басамыз. Копировать дейміз дағы. YouTube'дан шығып кетеміз. И Telegramға кіреміз. Так. Telegram. И осында Telegramнан кез келген өзіңіздің досыңызға, не болмаса туысқаныңызға сол жаңа видеоны таратасыз. Қазір мен өзім тауып алайын. Мысалы, таратамыз. Видеоны жібердім, қалаңыздар. Telegram кез келген біреуге жібересіздер осылай. Сосын басамыз. Видеоны басамыз. Play'ді басамыз да. Сосын осындай музыка басталады, видео басталады. Кез келген ән жинағын қоюыңызға болады сіздер. Сосын мына жерде кнопка бар да, мына кішкентай. Көріне ме сіздерге? Көрсетейін. Мына жерде кішкентай кнопка бар осындай. Осын бассаңыз, мына видеоның көрінісі кішкентай экранға, кішкентай болып қазір мен басайық. Көріңіздер, кішкентай болып қалды. Сосын бұны кез келген жерге жылжытуға болады, былай ары бері. Кез келген жылжыта аласыздар. Мына бұрышқа қойып мүмкін былай қарай. Көріңіздер ме? Қайтадан үлкен қылып көрсетемін десеңіз, үстіндегі мынаны басасыздар. Басаңыз қайта үлкен болып қалады осылай. Қайта жалғаса береді. Ал енді ең маңыздысы осы жерде. Видео қоясыздар, әнді бастайсыздар осылай. И жаңа кішкентай кнопканы басасыздар. Не қараңыздар. Кішкентай кнопканы басамыз. Енді кішкентай экран болды да. Осы күйінде енді телефонды блокқа саламыз. Қазір мен телефонды блокқа саламын, көрдіңіздер да. Музыка әлі жалғасып жатыр. Телефонды қалтаңызға салып қойсаңыз да, кез келген жерге қойып қойсаң, өзіңіз жүре бересіз. Жұмыстарыңызды істей бересіз. Музыка YouTube'дан ары қарай жалғаса береді, өшіп қалмайды. Осын қосатын кезде, мысалы басқа музыка өтетін болсаңыз, телефонда бастаған, блоктан шығарып телефонды ары қарай жалғастыра бересіздер. Осылай оп-оңай кез келген видеоны, кез келген YouTube'дағы әндерді осылай офлайн түрде, телефонда жүріп қойып, интернет бірақ қосылып тұру керек. Интернет өшірсеңіз, видео тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан видеоны осылай фоном режимге өшіріп қойсаңыздар, блокқа салып, ары қарай тыңдай берсеңіздер болады. Сол достар. Видео ұнаған болса лайк басыңыз. Каналға жазылыңыз, видеоны таратыңыздар достарыңызбен. Олар да көрсін, осылай көруге, яғни осылай тыңдауға болатын екенін білсін. Сау болыңыздар.